Сәлеметсіздер оқушылар, бүгінгі сабағымызды Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бәріде оқуменен табылған деген сөзімен бастамақпын. Яғни биыл 2021 жылы Ыбырай Алтынсарин 180 жылдығы тойланып отыр. Бұны бәріміз Тәжікстанда біліп отырмыз, әртүрлі іс-шараларда өтіп жатыр. Енді бүгінгі біз сабағымыздың тақырыбын ашу үшін бәріміз экранға қараймыз балалар. Қандай тарихи тұлғалар тұр? Геродот өте жақсы. Екінші, кім деп ойлайсыңдар тарихи тұлға? Бүгінгі сабаққа байланысты. Бұл осы туралы біз оқимыз тақырыбымызда. Кім деп ойлайсыңдар? Енді мұнда сөз жұмбақтыр балалар. Сөз жұмбақты шешеміз. Көрініп тұр, сөз жұмбақты дәптерімізді аламыз да сөз жұмбақты шешеміз. Тез қимылдаймыз, кім бірінші шешеді екен? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шығады. Болғандарымыз тез қимылдап, қолымызды көтереміз. Кім болды? Тез қимылдап, қолымызды көтереміз. Сөз жұмбақ шешіп болған. Аял тұра қой. Дықтар. Дықтар бола ма? Не болады? Сақтар. Сақтар. Кім айтады? Қалай шешіп? Қалай әріппен айта қойын? Ақтар. Сақтар. Иә. Бірінші әріптер неге айта алмай отырмыз? Сақтар деген сөз шығады екен балалар. Сақтар деген сөз шығады. Геродот кім? Тарихтың атасы. Тарих атты еңбегі бар, Нарцисс Страбон, география деген кітап жазған. Қазіргі бүгінгі сабақта осы адамдармен танысып өтеміз. Енді бүгінгі тақырыбымыздың тақырыбы балалар. Сақтар туралы тарихи мәліметтер. Оқу мақсаты 5-3-1-1 картадан тайпалық одақтарының орналасуын көрсетеміз. Зерттеу сұрағы, қандай тарихи деректер сақтар туралы мәлімет береді? Қазір бізге сақтар туралы жаңа бөлімді бастаймыз. Сақтар туралы 2 сабақ берілген, бір күн бірінші сабағын өтеміз. Бүгінгі сабақта балалар сақ тайпаларына қатысты дереккөздер туралы ақпараттармен танысасыздар. Сақ тайпаларының қоныстануы туралы білеміз. Сақ қоғамының әлеуметтік топтар туралы танысамыз. Енді балалар, қазір білімнен сайтының пайдалана отырып, сақтар туралы тарихи деректерді көреміз, тамашалаймыз. Енді бірінші бейнебаянды көрмей тұрып, көзіміз зейін қойып тыңдап аламыз. Яғни бейнебаянда көрсетілгендей, бейнебаянда не көрсетіледі, қандай мәліметтер туралы біз аламыз, сол туралы бірінші бейнебаянды тамашалап алайық. Сақтар туралы қандай деректер сақталған? Жазба деректерде сақтар туралы не айтылады? Грек авторы Геродот сақтар туралы қандай дерек қалдырды? Парсы деректері сақтар туралы не дейді? Сақтардың басқа елдермен соғыстары туралы қандай деректер сақталған? Бехустың сына жазуы мен Авеста туралы қандай мәліметтер бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысады. Сақтар туралы қандай деректер сақталған? Сақ бірлестіктері туралы жазба деректер екіге бөлінеді. Бірінші, грек авторларының жазба деректері Геродот, Ксенофонт, Птоломей. Екіншісі, парсы сына жазулары, Бехустың сына жазуы тағы басқалар. Жазба деректерде сақтар туралы не айтылады? Мысалы, ежелгі гректер сақтарды дұшпанға қатал, досқа адал және сақтар әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық деп сипаттайды. Грек тарихшылары сақ тайпалары туралы олардың жерлеу ғұрыптары, әдет салты мен күнделікті тұрмысы ұқсас болған деп жазады. Ежелгі грек авторлары сақтарды азиялық скифтер деп атаған. Грек авторы Геродот сақтар туралы қандай дерек қалдырды?
Грек авторы Геродот сақтарды массагеттер деп атаған. Ол сақтар туралы қыс кезінде ағаш үйлерде тұрады және киімі мен өмір сүру дағдысы скифтерге ұқсас. Олар егін етпейді, үй малдары мен өзеннен аулайтын балықтарды азық етеді, сүт ішеді деп жазған. Геродот Сақ жерінде Парсы патшасы Кирдің қаза тапқаны туралы мәлімет жазып қалдырған. Тарих атасы деп аталған Геродот ежелгі дәуірдегі грек тарихшысы, әйгілі тарих кітабының авторы. Ол шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 484-425 жылдары өмір сүрген. Геродот көрген, естіген, оқыған материалдарын жинақтап, тарих атты үлкен еңбек жазып қалдырды. Кейіннен Александриялық ғалымдар оның еңбегін 9 музаға сәйкестендіріп, 9 кітапқа бөлген. Геродот өз кітаптарында қандай оқиғаларды сипаттаған? Геродот алғашқы 4 кітабында Лидия, Мидия мемлекеттері, Ахемен әулеті жөнінде жазып, олардың Мысырға, Вавилонға, сақтарға қарсы жорықтарына тоқталған. Қалған 5 кітабы грек-парсы соғысына арналған. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасырдың ортасында жазған тарих атты 9 томдық еңбектің 4 томында тұңғыш рет антикалық әдебиетте скифтердің географиялық орналасуы, саяси тарихы, әдет-ғұрпы, тұрмысы суреттеледі. Сақтарды Геродот нақты қалай сипаттайды? Геродоттың айтуынша, сақтар скиф тайпалары, бастарының тік тұратын, төбесі шошақ, тығыз киізден істелген бөрік және шалбар киген. Олар садақ, қысқа семсер және айбалтамен қаруланған, тамаша атқыш жауынгерлер болған. Бейнебаянын тамашалады деп алар. Енді қазір осы бойынша біз тапсырма орындаймыз. Яғни сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта Қазақстан мен Орта Азияда мекен еткен тайпа екен. Қазақстан аумағында мекен еткен тайпалық одақтар қазақ жерінің мемлекеттік бастауы болып саналады екен. Сақ сөзінің мағынасы Авеста кітабында жүйрік атты қулар, парсы жазбаларында құдіретті еркектер, грек авторлары азиялық скифтер деп атаған екен. Мынау сақтар туралы, сақтардың орналасқан жері туралы кескін карта беріліп тұр. Яғни бәріміз мұқият қараймыз. Осы қазір осы кесте бойынша тапсырма беріледі. Яғни сақ тайпалары қай жерде орналасқандығы туралы қараймыз. Енді келесі кезекте сақ топтарының аты, яғни Парадарая, Тиграхауда, Хамудаварга деген 3 топқа бөлінеді екен. Парадарая теңіз арғы жағындағы сақтар, Қара теңіздің солтүстік, Арал теңіздің маңында Сырдария мен Амударияның төмен ағысы мекен еткен екен. Тиграхауда шошақ бөрікті киетін сақтар, Сырдарияның орта ағысы мен Чән-Чәнда жетісуда өмір сүрген. Хамударга, қауымы сусын дайындайтын сақтар, бұлар Мурхақ аңғарында өмір сүрген екен. Енді Арал теңізінің аумағын мекендеген сақ тайпалар жазба деректе Аббасия, Дай, Масагет және Каспийлар деп аталады. Сақтар сонымен қатар Сарыарқаның солтүстігі батысында Аргипилер, орталығы Писондар мекендеген екен. Сарыарқаның шығысында Алтай таулар маңында алтында ызғыштай қорықшылар деген атпен белгілі сақтардың Аримаско тайпалары қоныстанған. Аримасколар атауы Алтайдан алтын мен темірдің мол болуына байланысты шыққан екен. Енді сақтардың қоғамы туралы. Сақ қоғамы 3-ке бөлінеді. Абыздар, жауынгерлер, малшылар. Абыздар ақ түсті киім киген, танымал белгісі ретінде тостаған мен айрықша бас киімі болады. Жауынгерлер қызыл және сары қызыл түсті киім киген екен. Ратайшалар арбада тұрғандар деп аталған. Малшылар мен егіншілер сары және көк түсті киім киген. Оларды 8 аяқтылар, соқаға жегілген, өгізді барар деген мағынаны білдіреді екен.
Қарап отыратын болсақ, сақтардың киімнің түсіне байланысты айыруға болады екен, иә? Енді балалар тапсырма. Жеке тапсырма. Әрбір бала жеке тапсырма орындаймыз. Тапсырмада былай тұр. Сақ сөзі, құдіретті еркектер, жүйрік атты тұлғалар, азиялық кейіпкер жазбаларда қалай? Яғни тапсырма карточкаларда иерархия әдісі бойынша мұнда жеке тапсырма ұстаным тап дейміз. Яғни бір құдіретті еркектерді қай авторлар айтты? Қасына бір қоямыз. Екінші жүйрік атты авторлар деген қай автор атты? Айтты, соның қасына сан бойынша ұстаным табамыз. Әрбір жеке тапсырма орындаймыз. Тез шапшаң қимылдаймыз, иә? Ойланып, тез жауап береміз балалар. Тез жауап береміз болғанай. Әліне тез белгілейміз. Уақыт шектеулі балалар. Бір тапсырмаға аз минуттан ғана беріліп, тез жауап беруіміз керек. Белгілейміз. Жаңа айтылды, бейнебаянда көрсетілді. Мен де сіздерге айтып кеткен. Болғандарымыз қолымызды алдыма қойып отыра қаламыз. Тез